Бұл жолы тілеуі қабыл болғандай. Күзге салым мұханның кезекті хаты келген. Хатында ол кесілген мерзімнің толық өткерілгенін, елге қайтуға рұқсат қағазын тосып отырғанын жазыпты. Бұдан асқан ақ жарылған қуаныш бар ма? Бұл пәленбай жыл үздіктіре күттірген ақ жолтай хабар ғой. Алланың тілеуін бергені осы емес пе? Бұл хатын қолдарына тигенше мен де жолға шығып қалармын. Жауап хат жазбай-ақ қойыңдар. Көрісер күн жақын деп тарысы. Құдайдың бұл күнге жеткізгеніне тәуба. Хатына қарағанда жақын арада келіп қалатын секілді. Бірақ мұханның келуі кешеуілдей берді. Балалар күнде жол тосады. Маруаға жастайында әжесі айтатұғын. Қуған жаман, сосын күткен жаман деген. Сарғайып күткеннің қандайлығын енді бір кісідей-ақ білетіндей болған кезде бұған мына жолы жол тосқандары қиын болды. Сарғайып күтті. Тағы бір ілік тауып жібермей қалды мекен деген күдікте болды. Шошымалы жүрек әр нәрседен қауіп ойлап, мүлде мазасыз кетті. Келе жатқанын хабарласа, білмей қаларлықтай қаладағы бұрын хаттарын алатын жерге күнде неше барып табалдырығында тоздырды. Мұханнан тырс еткен дерек жоқ. Күпті көңілдер жаманаттан аулақ болса, етті деген бір ғана тілектің үстінде таңды атырып, күнді батырды. Ал Мұхан өзінің сабырлылығына салып, хабардан бұрын өзін жетермін дегендей пойызға тұрып алып, елге жол тартқан. Неше күн жүріп, пойыздан пойызға ауысып мініп, Әулие Ашаға түнде келіп жетті. Таңертеңге дейін көліктің жүрер уақытын тоспай-ақ бұларды жаяу іздеп шықты. Бұлардың осының алдындағы тұрған қант заводы аталатын колхозға жетті. Сұрастырса, халық жауының отбасы бұл арада жоқ болып шықты. Ол кезде мұғалімдерді де бір жерден екінші жерге жиі ауыстырып отыратын. Оқу жылы басталғанда, кәдіргі Жалпақтөбе дейтін жерге мектеп директор болып ауыстырыпты. Инеге сабақталған жіптей, Маруа да балаларын жетектеп, оның соңынан шұбатылып бірге көшкен. Бір қуанарлығы бұрынғы қоныстарынан тым шалғай емес екен. Мұхан төбе басында отырған ауыл қарияларына сәлем беріп, отбасын іздеп жүргенін айтады. Бірі таңырқай, бірі мүсіркей, бірі жаны аши қарайды. Азамат-ай, аман сау ел шетіне жеткенің қайырлы болсын деп жатты. Осында Күмісжан деген келіншек бар, бір білсе сол біледі деді. Күмісжан Маруамен Қызылшада бірге істеген сыр алғы жан досы еді. Бұның күйеуінің іздеп келгеніне есі шыға қуанып, сүйіншісін өзін аламын деп Мұханды ертіп, Жалпақтөбеге апаратын төте жолға түсіп заулаған ғой. Жалпақтөбеге көшіп келгенімен тұра қоятындай үй табылмай, бұлар уақытша мектептің 2 бөлмесіне кіріп отырған екен. Сабақ басталған уақыт қой, үзіліске қоңырау соғылса болды, мектеп іші құс базарындай дуылдап кетеді. Балға жүрген жер қайдан тыныш болсын. Түс кезінде у-шу. Маруа сиыр сауып келе жатқан. Ала көлеңке ұзын дәлізге кірген сол еді. Мәкеш деген жағымды қоңыр дауыс құлағына шалынғандай болды. Соншалықты жақын, жылы дауыс. Кім еді? Қайдан шыққан дауыс? Қолындағы шелек түсіп кетті. Сырттан, жарықтан кірген кісінің күңгірт тартқан тар дәлізде көзі үйренгенше еш нәрсені көрмесі анық. Маруа да аңтарылып қалған. Бірте-бірте анадайда тұрған бір адамның тұлғасын аңғарғандай. Өңі ме, әлде түсі ме? Бұл ғайыптан пайда болған елес пе, әлде адам ба? Қолын соза беріп еді, көз қарауытып, аяғының астындағы жер бір жағына қарай ауып бара жатқандай болды. Есін жиғанда айналасына жапыр-жұпыр жұрт жиналып қалыпты. Әй, келіншек, өстіп талып жата бересің бе? Тұр, сүйіншімді бер, әйтпесе күйеуіңді қайтадан ертіп алып кетемін деп, ақсия күлген Күлімжан бұны жұлмалай бастады.
қаумалап, сүйеп, демеп, бәрі ұмар-жұмар бөлмеге қарай аяқ басты. Бұл буыны құрып жүре алар емес. Марғуаның абдырғаны соншалық өзіне өзі келе алмай, есі ауа берді. Енесі бір шыны су әкеліп бетіне шашып жіберді. Бойы тітіркеніп, есін сонда ғана жиды. Мұханды енді анық көрді. Тәуба деген сөз болды алғаш аузына түскен. Марғуа ортаңғы саусағындағы әжесіне қалған жәдігер көненің көзіне күміс бұрама жүзікті шешіп, Күмісжанның қолына салды. Рахмет, бала-шағаңның қызығын көр, деді тілге келіп. Мұханға бір нәрсе деуге алқымына кесек тығылғандай үні шығар емес, тек көзі жәудіреп қарай берді. Әкелерінің басына түскен алабөтен күйден балалары анық хабардар емес еді. Ауық-ауық сұрақтарында әкелері әскерде, майданда жүр деп құлақтарына сіңіріп тастаған. Соғыс аяқталып, майдангерлер орала бастағанда балалары біздің көкеміз қашан келеді екен деп жиі қыңқылдайтын. Ондайда әскер қатарында тағы бірер жыға қалыпты, келеді әлі деп те қоятын. Құдай тілеуін бергенде Мұхан әскери киіммен оралмасы бар ма? Үстінде тік жағалы, жасылтым сарғыш гимнастерка, сол түстен галифе шалбар, белінде жалпақ қауыс белбеу, аяғында сықырлаған су жаңа ұзын тонышты былғары етік. Тек омырауына таққан сылдырмақ сөлкебайлары мен қызыл жұлдыздары бас киіміне ғана жоқ демесе, қатып тұрған солдаттың өзі. Қолдан құйғандай шымыр денелі, қимыл қозғалысы ширақ, ысылған, жіптіктей жігіттің солдаттан қай жерге. Қысқа қырқылған тығыз, қалың шашы қайраттылығын танытқандай жығылмай, тікірейіп тұр. Оның осы қалпына қарап, соншама жылды сергелдеңмен елден желден тысқары қиянда, ит жеккенде өткізді деуге келмегендей. Ешқандай мүжіліп, жігер жасығанның ізі көрінбейді. Марғуа қандай аласапыранды басынан өткізсе де, күйеуінің рухым қалмағанын ұғып, іштей қайран болды. Әрі толқып, әрі қуанды. Мұхан осы кезде орда-бұзар 30 бен қамал аулар 40-тың тең ортасында, азаматтың кемеліне келген дер шағында еді. Оның дәл қазіргі сыртқы сипатымен оқыған жанға тән зиялылығы, мінезінің биязылығы қастатып, темсе темір үзетін жігітке ерекше жағымды көріп қосқандай. Марғуа оны жазбай, бірден аңғарғандай. Мұханға қарады да өзінің үсті басына, аяқ-қолына көз жүгірткен бұл беймаза күйге түсті. Осы жылдар балақамын деп жұмыс басты болып жүріп, өзіне мүлде қарамапты. Әйел екенін ұмытқандай. Балаларынан артылғанын ішіп, қалғанын иығына іліп, табылғанын аяғына сүйреп жүре берді. Ол үсті басын қатты тозып кеткенін енді байқады. Егістікте қара жұмыс істеп жүрген әйелдің аяқ-қолында қайбір күтім болсын. Оның үстіне қазір қызылша жинау науқан емес пе? Саусақтары ісініп, бой-бой болып сыза түсіп, қабыршақтан жарылып кеткен. Оның екі беті дуылдап ыси жөнелді. Дереу екі қолын алжапқышының астына жасыра қойды. Мұхан білетін, шашын сәнмен тарап өсіріп, қасы көзін сүрмелеп, безөкше төплеймен Алматының көшесінде қаздаңдап, жайтаң қағып, жүрісінің өзі билегенмен бетер шыр үйірілетін баратын Марғуамен мына отырған Марғуаның арасы алшақ жатыр еді. Бұл осының бәрін қас қағым сәтте әйелдік түйсігінен түсініп қойды. Өзінің тым жадау, жыпыт үні түрінен қысылғаны ма, ұялғаны ма, әйтеуір қолайсыз күйге түсті. Мұхан балаларын кезек-кезек құшақтап, мәре-сәре болып отқанда, бұл самаурын алып далаға ата жөнелді. Сыртқа шығысымен бойын түзеген болды. Халық жауының әйелі көрген көп бейнеттің, жоқшылықтың, әркімге бір жалтақтаған кіріптарлықтың кетпестей етін қалдырған іздерін қалай тез кетіреді екен.
алмағайып заманда Құдай қосқан қосағымен ұзақ жылды екі жақта өткізгеннен кейін қайта жүздесіп, қауышудың мұндай ауыр қиындығы барын кім білген. Әйтеуір тосыла бергені. Іштей ұғысып тұрғанмен сырт тосырқауы бөгет жасайтындай ішкен өге кібіртейдік дейді бірақ.